Кей адамдар мұны ашық айтудың қажеті жоқ, әркім өзі біледі не істеу керектігін дейді. Бірақ мен бұл оймен толық келіспеймін. Жыныстық мәдениет туралы ашық айтпаудың салдарын біз бүгінгі күні көріп отырмыз. Қаншама әйел өзінің денесін танымайды. Қаншама әйел өз қалауын айтуға ұялады. Қаншама әйел жылдар бойы интимнен ләззат алмай өмір сүріп келеді. Қаншама әйел мәжбүрлі қатынасты әлі де болса қалыпты жағдай деп қабылдауда. Неге? Өйткені біз бұл тақырыпты ұзақ уақыт бойы ұят деп жауып келдік. Ал айтылмаған тақырып ол жоғалып кетпейді. Керісінше ол надандыққа, қорқынышқа, кінә сезіміне айналады. Сондықтан жыныстық мәдениет туралы ашық айту ол адамның санасын бұзу емес. Бұл адамдардың сауатын көтеру, әйелдің өз денесін түсінуі, ер адамның әйел табиғатын түсінуі, бұл дені сау қатынастар туралы әңгіме. Ал дені сау қатынас, дені сау қоғамның негізі. Алматы қаласында өтетін әйел күйі атты трансформациялық ретритте біз әйелдің ішкі күйі, денемен байланысы, әйелдік энергиясы, сексуалдық энергиясы, әйелдің шекарасы және өзіне қайта оралу тақырыптарымен терең жұмыс жасаймыз. Толық ақпарат алу үшін төменге әйел деп жаз.